бізде Қазақстан халқы ассамблеясының жанында өте жақсы жоба бар. Бұл 1000 бала деген білесіз өзіңіз. Сол 1000 балаға дәл қазіргі кезде қоғамдық келісімнің басшысы Елена ханым Масабутова екеуміз, мен қателеспесем, бірге қатыстық. Басында, ең басталған кезде біз қатысып жүрдік, біз түлек болып табыламыз, соның біз одни бірінші қатардағы жүргендер енді. Сондықтан да сондай бір қызық болған, мен марапаттауға келген кезде қарап отырсам, сондай бір өзіміз секілді кезінде ауылдан шыққан балдар үлкен қалаға келіп отыр. Мен айттым, енді сіздер бұл жай ғана конкурс деп есептемеңіздер. Бұл үлкен өмірге ассамблеяның беріп тұрған сіздерге мүмкіндігі. Өйткені қоғамдық өмір, саяси қоғамдық өмір дейміз ғой, общественно-политическая жизнь. Осының барлығы адам сахнаға шығып, аудиториямен жұмыс істеу, өзін сахнада ұстаудан басталады. Яғни ол кез келген сондай бір азаматтың мәдениеті сол жерден қалыптасады. Мен айтамын, Қазақстан халқы ассамблеясының ол беріп жатқан үлкен мүмкіндігі, оны жер алмаңыздар. Сосын ол кісілер қарап тұрды, жаңағы балаларға осы бывает енді максимализм құлақтан кеуіп жатқан сияқты. Мен айттым, жоқ, қателеспеңіздер. Мен өзім де қатысқанмын деген. Шын ба деді, шын дедім. Бізбен бірге қазір жүрген біраз азаматтар бар, ол кезінде мен қателеспесем, қазіргі түрлі этнос өкілдері өзіміздің қазақша емін еркін сөйлейтін. Олардың көбісі 90%-дай 1000 балаға қатысты.